Қайырлы күн барлықтарыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қалған жіптерден кішкентай мешочектерді тоқып алуды көрсеткім келіп тұр. Мінекей осындай қалталарды тоқып алуға болады қалған жіптерден. Бұларға кез келген балдарға ойыншық салып қоюға болады, конфетті, мысалы садикке салып қоюға болады. Мысалы мен мына жерде балаларыңыздың ойыншықтарын салып қоюға болады. Ойыншық болмаса конфет па, тағы да кез келген бұйымды салып қоюға болады. Подаркіге міне осындай әртүрлі қылып тоқуға болады. Ал ендеше бүгін сіздерге осы мешочекті тоқуды көрсетейін. Мен осы екі ақ түсі мен сирень жіпті қолданатын боламын. Маған 2,5 крючокпен тоқимын. Ал ендеше бастайық. Кольцо амигуруми жасап, осы кольцоның ішіне 12 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кішкентай жіпті тартамыз. Соңғы петляға соединительный жасап, осылай біріктіреміз. Кішкентай жіпті қаттырақ тартамыз. Енді әрі қарай 3 столбик воздушный көтеріп, енді с накидом тоқитын боламыз столбик. Осы жерге тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Енді әрі қарай әр қайсысына екеуден 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. 24 столбик с накидом тоқып шығуымыз керек. Төртеу, келесіне 5, 6. Әр қайсысына 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей 24 столбик с накидом тоқып шықтық. Енді әрі қарай мына жерде 3 петля жасадық қой. Сосын ең соңғысына соединительный жасап біріктіреміз. Енді келесі қатарға тағы да 3 столбик, 3 воздушный петля көтерілеміз. Накид жасап, дәл осы жерге тағы да біреуін тоқимыз. Енді әрі қарай 1 столбик с накидом тоқып, келесіне прибавка жасаймыз. Столбик с накидом. Келесіне 1 столбик с накидом, келесіне прибавка. Бір жерге 2 столбик с накидом тоқылады. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. 1 столбик, келесіне прибавка жасалады. Мінекей 3-ші қатарымызда тоқып болдық. Мен жерде 3-ші петляға бағана воздушный жасадық қой, 3. Соны 3-шісіне соединительный жасап біріктіреміз. Келесі қатарға тағы да 3 воздушный жасаймыз.
дәл осы жерге бір столбик с накидом тоқимыз. Келесіне бір столбик с накидом, тағы да бір столбик с накидом. Одан кейінгісіне прибавка жасаймыз. Бір жерге екі столбик с накидом тоқимыз. Келесіне бір столбик, тағы да бір столбик с накидом. Келесіне екі столбик с накидом, прибавка жасалады. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Бір столбик, екі столбик, бір столбик с накидом, тағы бір столбик с накидом, одан кейін прибавка. Төртінші қатарымызды тоқып аяқтадық. Мен жерге үшінші петляға соединительный жасап аяқтаймыз. Келесі бесінші қатарды тоқимыз. Тағы да үш воздушный аламыз. Накид жасап, тура осы жерге тағы да бір столбик с накидом тоқимыз. Келесі петляға бір столбик с накидом, одан кейінгісіне тағы да бір столбик, тағы да бір столбик без накида. Келесіне прибавка жасаймыз. Бір жерге екі столбик с накидом. Бір столбик с накидом, тағы да бір столбик, тағы да бір столбик с накидом. Келесіне прибавка. Бір, екі, үш петляға бір столбик с накидом тоқылады. Одан кейінгісіне прибавка жасалады. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. 5 қатар тоқып шықтық. 60 столбик без накида болып шықты қатарда. Енді келесі 6-шы қатарды тоқимыз. Тағы да 3 воздушный аламыз. Енді накид жасап, тура осы жерге тағы да біреуін тоқимыз. Келесіне бір столбик с накидом, одан кейінгісіне тағы да бір столбик с накидом, тағы да бір столбик с накидом, тағы да бір столбик с накидом. Төрт столбик с накидом жасадық. Енді одан кейінгісіне екі столбик с накидом прибавка жасаймыз. Бір столбик с накидом, екі, үш столбик с накидом, төрт столбик с накидом. Келесіне прибавка. Осылай 6-шы қатарды тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4-еуіне бір столбик без накида тоқылады. Келесіне прибавка жасалады. 6-шы қатарды да осылай аяқтаймыз. Мына жерде 3-ші петляға соединительный жасаймыз. Енді былай жоғары тоқитын боламыз. Прибавка жасамаймыз. Әр петляға бір столбик накидом 8 қатар тоқып шығамыз жоғары қарай. 8 қатар
жоғары тоқып шықтым. Енді жіптің ақ түсін қосатын боламын. Үш воздушный жоғары көтерілеміз. Мына көк жіпті қиып тастаймыз. Мына жіпті қосып тоқып кетеміз. Енді әр столбик без накида тоқимыз әр петляға. Осылай екі қатар ақ жіппен тоқып шығамыз. Мінекей мен екі емес, үш қатар ақ жіппен тоқып шықтым. Соңғысына соединительный жасап, бір петля, үш жерден ақ жіпті қиып тастаймыз. Мінекей осындай қап болып шықты. Енді бауын тоқимыз, осылай жинап қою үшін. Мінекей осындай кішкентай қапшық болып шықты. Енді жіп бау жасаймыз. Енді бауын тоқитын боламыз. Осылай екі жіпті қосып алдым. Кәдімгі воздушный петляларды теріп шығамыз. Осылай 80 петля тоқып шығамыз. Мінекей осылай ұзын қылып 80 петля воздушный теріп шығамыз. Мінекей осындай бау болып шықты. Енді мынандай инеге өткізіп, мына жерде былай 3 петлядан қалдырып, осылай өткізіп шығамыз. Үш петляда, үш столбик қалдырып, осылай жіпті өткізіп шығамыз. Мінекей кішкентай қалтамыз осындай болып шықты. Менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.